Сәлем достар, сіздермен EasyKZ инвестиция және қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бүгін сіздермен бағасы $20 кем тұратын және дивиденд төлейтін компаниялар атауымен бөлісетін боламын. Алда айтылатын компаниялардың тұрақты дивиденд төлеу тарихы бар және дивиденд көлемін ұдайы арттырып келеді. Сол себепті де жылына кемі бір рет дивиденд алатындығыңызға сенімді болсаңыздар болады. Оған қоса, компания акцияларының бағасы арзан болғанымен, тарихы терең әрі тұрақты өсетін компаниялар болып саналады. Компания атауларымен бөліспес бұрын видеоға лайк басып, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Енді компания атауларымен танысуды бастайық. Бірінші компания ол Paramount Global. Paramount Global бүкіл әлем бойынша медиа, стриминг және ойын-сауық компаниясы ретінде жұмыс істейді. Компания 1914 жылы құрылған. MTV, Nickelodeon, Comedy Central, CMT, Paramount Network сияқты арналар осы американдық компанияға тиесілі. Компанияның бір акциясын шамамен $12 сатып алуға болады. Бұл акцияның дивидендтік табыстылығы жылына 1,64% құрайды. Сатып аламыз десеңіз, пара тикерін теріп, брокеріңізден қарасаңыз болады. Келесі компания ол әлемге әйгілі машина өндірісімен айналысатын американдық Ford компаниясы. Ford компаниясы құрылғалы бері машинаны өндіру көлемі бойынша әлемде 4-ші орынды алып келеді. Осындай 1903 жылдан бері тоқтаусыз жұмыс істеп келе жатқан тарихы терең компанияның үлескері болғыңыз келсе, акциясын бар болғаны $12 сатып алсаңыз болады. Тикері F әріпімен белгіленеді. Ал дивидендтік табыстылығы 4,99% құрайды. Яғни, осы компанияға инвестициялай отырып, жылына кемі 5% төңірегінде доллармен табыс табуға болады. K-Corp компаниясы да осы тізімге енген компаниялардың бірі. Бұл американдық компания әртүрлі бөлшек және коммерциялық банктік өнімдер мен қызметтерді ұсынады. Компания ұсынатын қызметтерге депозиттер, коммерциялық лизинг, инвестицияларды басқару, студенттік несиелерді қаржыландыру, ипотека және тағы да басқа қызметтер кіреді. Компания Ohio қаласында 1849 жылы құрылған. Сатып алу үшін экранда жазылған тикермен іздесеңіздер болады. Бұл компанияның үлескері болу үшін $14,46 болса жеткілікті. Ал акцияның жыл сайынғы дивидендтік табыстылығы 5,46% құрайды. Келесі компания бұл Energy Transfer компаниясы. Аты айтып тұрғандай, компания энергетикамен байланысты қызметтерді ұсынады. Оған қоса табиғи газды тасымалдау құбырына және Техас пен Оклахомадағы табиғи газ қоймаларына иелік етеді және басқарады. Компанияның бір акциясын сатып алу үшін $15 болса жеткілікті. Тикері келесідей жазылады. Ал дивидендтік табыстылығы 8,38% құрайды. Келесі қарастыруға болатын компания ол Permian Resources. Permian Resources Corporation тәуелсіз мұнай-газ компаниясы. Ол ақш-тағы шикі мұнайды және онымен байланысты сұйықтықтарға бай табиғи газ қорларын иеленумен айналысады. Бұл компанияның акциясының тикері келесідей жазылады. Бір акциясын сатып алу үшін $15 болса жеткілікті. Ал компания акциясының дивидендтік табыстылығы 1,53% құрайды. Walgreens ақш-тағы CVS Health компаниясынан кейінгі екінші ірі дәріхана дүкендерінің желісін басқаратын американдық компания. Ол рецептілерді, денсаулық пен сауықтыру өнімдерін, денсаулық туралы ақпаратты ұсынуға маманданған. Компания 1901 жылы Чикагода құрылған. Қазір халықаралық деңгейде Ұлыбритания, Германия сияқты елдерде өз қызметін ұсынып келеді. Осы фарма компанияның акциясын алғыңыз келсе, келесі тикерді жазып, $16 бір акцияны сатып алсаңыз болады. Бұл компанияның дивидендтік табыстылығы жылына 6% құрайды. Алда айтылатын 8-ші компания ол AT&T компаниясы. Бұл әлемдегі ең ірі телекоммуникациялық компаниялардың бірі.
Ол ақш-тағы жергілікті және ұзақ мерзімді телефон байланысының ең ірі жеткізушісі және ақш-тағы үшінші ірі ұялы байланыс операторы болып табылады. Компания 1885 жылы құрылған. Компания егерінің бірі болғыңыз келсе, тикерін жазып сатып алуға болады. Бұл компанияның акциясының құны $17, ал дивидендтік табыстылығы 6,34% құрайды. Келесі айтылатын компания ол көпшілігіне танымал Wendy's фастфуд желісі. Бұл компания 1969 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Қазіргі уақытта әлем бойынша 6207 рестораны франшиза негізінде жұмыс істеуде. Компанияның бір акциясын шамамен $17 сатып алуға болады, ал акцияның дивидендтік табыстылығы 5,6% құрайды. Осындай бизнес түрінен табыс тапқыңыз келсе, WEN тикерін жазып сатып алсаңыз болады. Hewlett Packard Enterprise компаниясы да осы тұрақты дамып, дивиденд үзбей төлейтін компаниялардың қатарына кіреді. Hewlett Packard Enterprise компания Техас штатының Спринг қаласында орналасқан американдық көп ұлтты ақпараттық технологиялар компаниясы. Бұл компания S&P 500 индексінің құрамына енеді және 1939 жылы негізі қаланған. Компания акциясын сатып аламын десеңіздер, HPE тикерін жазып іздесеңіздер болады. Бағасы $18 төңірегінде, ал жыл ішіндегі дивидендтік табыстылығы 2,87% құрап отыр. Келесі компания ол Kinder Morgan. Бұл американдық мұнай-газ компаниясы. Ол жалпы ұзындығы 137 мың километрге созылатын газ және мұнай құбырлары желісіне ие және 143 терминалға қызмет көрсетумен айналысады. Компания акциясын сатып алу үшін KMI тикерін жазып іздеу керек. Компанияның бір акциясының бағасы $19 төңірегінде, ал акцияның дивидендтік табыстылығы жылына 5,93% құрайды. Біздің тізімдегі соңғы компания ол 1860 жылы құрылған американдық Albertsons компаниясы. Albertsons Америка құрама штаттарындағы азық-түлік және дәрі-дәрмек дүкендері желісі болып табылады. Сатып алу үшін экрандағы тикерді теріп, өз брокеріңізден іздесеңіздер болады. Компанияның бір акциясының бағасы $20 төңірегінде, ал жыл сайынғы дивидендтік табыстылығы 2,33% құрайды. Осымен бағасы $20 төмен және тұрақты дивиденд төлейтін компаниялар тізімі соңына келіп жетті. Байқағандарыңыздай, компаниялардың тарихы терең әрі дивидендтік табыстылығы айтарлықтай жоғары. Осы тізімнен сіздер өздеріңізді қызықтыратын компанияларды түртіп алдыңыздар деп үміттенемін. Назар салып, видеоның соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Қолдау ретінде лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода сіздерді күтетін боламын.